Түркия Республикасында президенттік сайлаудың екінші түрі аяқталды. Түркияның қазіргі президенті Ердоған барлық дауыстардың 52,16% жинап, ел басшысы болып қайта сайланды. Ресми нәтижелер жарияланғаннан кейін Ердоған президенттік кешенде Түркия халқына үндеу жолдап сөз сөйледі. Өзінің салтанатты сөзінде бірлік туралы жолдау айтқан Ердоған, біздің ұлттық мақсаттарымыз бен армандарымыздың айналасында бірігетін уақыт келді деді. Режеп Тайып Ердоған президенттік сайлаудың екінші турында жеңіске жеткеннен кейін әлем көшбасшылары құттықтау хаттарын жариялауға бастады. Америка құрама штаттарының президенті Джо Байден өз жолдауында НАТОның одақтасы ретінде екіжақты мәселелер бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруға үміт білдірді. Ресейдің президенті Владимир Путин Ердоғанның жеңісі оның жанқиярлық жұмысының нәтижесі болғанын атап өтті. Біз ынтымақтастығымызды дамытуға және елдеріміздің игілігі үшін стратегиялық әріптестігімізді одан әрі нығайтуға үміттенеміз деп жазды Украинаның президенті Владимир Зеленский түрк тілінде. Президентті құттықтағандардың арасында Еуропалық одақ кеңесінің төрағасы Чарльз Мишель, НАТОның бас хатшысы Йенс Столтенберг, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш, Германия канцлері Олаф Шольц және басқа да әлемдік көшбасшылар. Режеп Тайып Ердоғанның Түркия президенті лауазымына қайта сайлануына байланысты түркі әлемі елдерінің басшылары құттықтау хаттарын жариялауға бастады. Әзербайжанның президенті Ильхам Әлиев Ердоғанға қоңырау шалып, оны сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Түрік халқы Ердоғанға тағы да сенімін білдірді, деді ол. Сонымен қатар Әлиев Ердоғанды Бәкуге шақырды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев, Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов, Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Өзбекстанның президенті Шевкет Мирзиёев, Солтүстік Кипр Түрк Республикасының президенті Ерсін Татар, Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбан және басқа да көптеген көшбасшы Ердоғанның президент болып қайта сайлануына байланысты құттықтау жолдауларын жібергендердің арасында. Режеп Тайып Ердоғанның сайлаудағы жеңісі халықаралық бақтың назарында болды. Сайлауды мұқият қадағалап отырған Reuters, AFP және AP халықаралық ақпараттық агенттіктері Ердоғанның жеңісі туралы бірден хабарлады. Британдық BBC, американдық CNN және CNBC телекомпаниялары да өз аудиториясы мен Ердоғанның сайлау процесінің егжей-тегжейімен бөлісті. Француз газеті Le Monde және неміс газеті Die Welt келесі тақырыпты жариялады. Ердоған өзін сайлаудың екінші турының жеңімпазы деп жариялады. Грек баспасөзі президент Ердоғанның саяси жетістігін даусыз деп атады. Ресей күштері Киевке әуе шабуылдарын жалғастыруда. Дрондардың соққыларынан бір адам қаза тауып, 3 адам жарақат алды. Украина Киев соғыс басталғаннан бері ең қарқынды дрондық шабуылға ұшырағанын мәлімдеді. 54 ұшқышсыз ұшақтың 52-сі істен шығарылды деп хабарланды. Ресей біраз уақыттан бері Украинаны өз аумағына шабуыл жасады деп айыптауда. Жақында Ресей шенеуніктері Псков облысында мұнай құбырына тиесілі тұрғын үйде жарылыс болып, бір ғимаратқа зақым келгенін хабарлады.